Достар, ассаламу алейкум, біздің каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз каналда мощный разбор жасаймыз, прям сочный информациялар айтамыз. Иншалла, видеоны до конца көріңіздер. Видеода тура осындай M5 Competition машинамды сатып, соның жартақасын товаркаға салған болатын. Тура осындай M5 болды. Бұл қазір менің көлігім емес, бұл Мұхит деген бауырымдікі. Рахмет сізге машина бергеніңізге. Жалпы бұл машинаны мен өзім 60 миллионға примерно алған болатынмын. Оған 10 миллион вложение жасап, 70 миллион теңгеге алған көлігімді 56 миллион теңгеге минуспен сатып жібердім. И соның 24 миллион теңгесін товаркаға салдым. Основной біздегі ниша ол аяқ киім және футболка. 24 миллион теңгенің мен 8 миллион теңгесіне футболкаға закуп жасаған болатынмын. Одан бөлек қалған 14 миллион теңгесін мен аяқ киім нишасына кірген болатынмын. И аяқ киім нишасы мен футболкасы жалпы киім нишасы болып саналады ғой. Тек қана киім нишасымен ғана ақша табуға бола ма? Көбісі ойлайды, енді жақсы оборот жасап жатқан адамдар киім нишасына кіріп жатыр, мен де киім нишасына кіремін деп көбісі қадалып жатады, ұрынып жатады. Мен өзім жалпы киім нишасына кіруге совет бермейтін едім, өйткені бұл жақта біріншіден сіздерде жақсы сумма болу керек, екіншіден жақсы білім болу керек. То есть сіздер дұрыс емес киімнің лекала деген размері, мысалы қытайлықтардың бойлары кішкентай, қолдары қысқа болады да, ал ресейліктердің бойлары ұзын, қолдары ұзын болады. Егер де сіздер дұрыс емес лекала таңдап қоятын болсаңыздар, білімсіздіктен, то есть сіздер просто тупо банкрот боласыздар, былай айтқандашы. Сол себепті киім нишасына кірер алдын сіздерде бір определенный хотя бы офлайн магазинде возможно бір опыт болу керек. И және екінші мәселе, киім нишасына бөлек сіздер бытовой, 1000 мелочей және де басқа одан көп обычный заттар нишасында кіріп жақсы ақша таба аласыздар. Не үшін? Өйткені ол жерде процент выкупа жоғары. Процент выкупа дегеніміз бір товарды 10 штугін заказ берсе, соның 9-ын товар сатып алып кетеді, то есть возврат жасамайды. Ал киімде 10 товар заказ берсе, соның 4-еуін немесе 5-еуін выкуп жасайды. То есть бұл 50% қана выкупаемость бар. Но оның выкупаемостьтің қалай көтеру тоже фишкалар бар, но основной продукция 40-50% выкуппен сатылады именно киім нишасында. Сондықтан да бұл нишаға кірер алдын сіздерде бірінші шарт 10 миллионнан көп ақша болу керек, екінші шарты жақсы білім болу керек, жақсы поставщик болу керек, товардың качествосы дұрыс болу керек, лекаласы дұрыс болу керек и бренд болу керек. Неге брендирование жасау керек? Потому что брендирование арқылы сіздер товардың былай айтқанда выкупаемостьін көтере аласыздар. Wildberries арқылы таза 3 миллион теңге қалай тапса болады? Мен қанша сумма салсам, қанша пайда табамын деп маған көп адам сұрақ қояды. Ол сіздің қанша сумма салғаныңызға байланысты. Мысалға айтатын болсам, сіздер 2 миллион теңгеге товар закуп жасап, каргосына құртатын болсаңыздар, соның 50% немесе 40% ол сіздің таза пайдаңыз болады. Ол бір товар обороттан. Бір товар оборот дегеніміз ол, мысалы 2 миллион теңге салдыңыздар, ол товар пока логистикасы бар, производствосы бар, жетеді бір 35-40 күн деп аласыздар. Сосын ол товар момент уже Wildberries складына өткеннен кейін примерно ол бір айналым, бір айда немесе 15 күнде даже жасап тастайды. И соответственно сіз 15-20 күннің ішінде сол салынған сумманың 50%-ын табыласыздар. То есть 2 миллион салсаңыздар 1 миллион теңге чистыми табуға болады. Даже одан да көп табуға болады, егер де сіздер дұрыс ниша таңдасаңыздар. Ал дұрыс ниша таңдау бойынша келесі кадрларда айтатын боламыз, осы видеоларда студияда отырып, как положено, ниша таңдаудың бір-екі фишкаларын мен сіздерге толықтай түсіндіріп өтетін боламын. Достар, ассаламу алейкум, тағы да біз офисқа келдік. Ал енді мен қалай ниша таптым, сол туралы соған көшейік. Мен M5 F90 көлігімді сатқаннан кейін бірінші ой өзім ойыма келді. Мен бұл ақшаны уже тұрғызбай айналдыру керекпін деген секілді. И сразу уже Wildberries ниша зерттей бастадым. И ниша зерттегеннен кейін әр жақтан YouTube-тан қарадым, біреуден білім алдым, консультация алдым, үйттім, уже Wildberries постоянно обновление болып отырады. Сөйтіп, қазір мен өзіме бір кішігірім структура жасадым, именно ниша табу бойынша. Қазір осы жерде сіздермен бұйырса бөлісетін боламын. Мен қазір өзім қандай ниша сатып жатырмын? Кроссовки и футболка дейді. Енді нақты қандай кроссовка? Бұл жерде кроссовка бар, и футболка бар, оның әр түрлі түрі бар. Мен айтып жатырмын, мен трендовый товарға кірдім. Трендовый товарға кіру үшін оны жақсылап зерттеу керек, оны табу керек. Мысалға айтқанда, мен қандай кроссовка? Ол, мысалы, обувь деген категория ғой. Обувьтің ішінде кроссовки бар, кроссовкінің ішінде спортивный кроссовки бар, оның ішінде туфли бар, басқа түрлері өте көп мысалға. Соның ішінде мен именно обувьтің ішінде кроссовки, кроссовкінің ішінде детский кроссовкінің ішінде мен роликовый кроссовки деген нишаға кірген болатынмын. Роликовый кроссовки деген сіздер білесіздер, анау астынан бүйтіп шығады ғой, ролик қайтадан тығылатын, біз кішкентай кезімізде айтатын. Мен осы нишаны сатамын. Қазір мен топта тұрмын. Көбісі ойлауы мүмкін, ол кроссовканы кім алады? Бұрынғы тренд қалып кеткен деп ойлауы мүмкін. Вот поэтому осы ойлағандықтан көп адам бұл жаққа кірмейді.
А на самом деле спрос әлі түскен жоқ бұл товарға. А біз оны қалай тексереміз? Оны біз MPSTAS аналитический программасы бар. Сол жақтан біз уже өзіміздің миымызбен мынау өтеді-ау деп ойланудың қажеті жоқ. Чисто цифрамен ойлану керек. Сізге ұнай ма ол товар, ұнамай ма? Ол конкретно спрос бар ма ол товарға, конкуренттер бар ма, аз ба, конкуренттер слабый ма, сен кіре алатыныңа сенімдісің ба, болды кір, короче. Бұл жерде былай логиканы қосатын болсаңыздар, сіз обязательно банкрот боласыздар. Өткен мен ондай талай рет болды да. Мен 99 деп айтайын, 99% банкрот боласыздар. Сондықтан да былай менің мынау өтеді-ау, мына товар жоқ деген сияқты оған кірудің қажеті жоқ. Енді мен қазір фотосын көрсетейін өзім товарымның. Уже видеоның соңында примерно осы нишаны қалай тапқанымды көрсететін боламын, сондықтан да обязательно қараңыздар. Мен роликовый кроссовки деп жаздым. Осы жерде роликовый кроссовки басқан кезде мына жерде бізде 243 түрлі товар шықты. Енді бұл жерде частотность тексеруіміз. Қанша частотность бар? Частотность дегеніміз роликовый кроссовки деп қаншама адам бір айдың ішінде іздейді, біз соны зерттейміз. Мынау 243 ғана товары бар. То есть бұл жерде 243 товар дегеніміз ол жерде бір 20-30 ғана не болуы мүмкін, то есть продавец болуы мүмкін, бірнеше карточкасы бар. Сондықтан да бұл жерде өтесіздер қараңыздар. Частотностьті қалай тексереміз? Ол үшін сіздер Market Guru деген нені скачать етіп аласыздар. Market Guru расширение деп жазсаңыздар шығады. Міне мен уже жазып қойдым. Міне бесплатно, міне қараңыздар. Market Guru расширение деп жаздым. Бесплатная аналитика. Осыны установить деп басамын. Бесплатная аналитика маркетплейса, установить расширение. Расширение установить еткеннен кейін оны қосамыз да сол поисковикқа қайтадан өтеміз. И сол жерде біз товардың частотностьін сразу аналитиканың ішіне кірмей тексеріп отыра береміз. Міне Market Guru қосылды мына жерде. Қосып қоя саламыз. Роликовый кроссовки енді қазір уже Market Guru'ға қосылу керек. Міне қосылды уже. И астында менде еще маяк деген расширение бар. Тоже скачать етіп алсаңыздар болады. Бұл біздерде товардың позициясын көруге удобно. Осы екі расширениені қосу арқылы. Мысалға роликовый кроссовки дегенде біз 243 товар шықты, қанша частотность екен қазір шығады мына жерде. Менде енді уже кроссовкалардың көбісі өтіп кетті. Особо рекламаға да ақша уже құйып жатқан жоқпын. Так, міне бізде шықты. Частотность дегеніміз міне Market Papa'ның бізді расширениесін қостық. Market Guru істемей қалды. Жалпы бір айдың ішінде мына жерде жазылып тұр 11200 адам роликовый кроссовки деп іздейді. Бұның еще бұдан да үлкен частотный сөзі бар. Осыған байланысты ол кроссовки ролики деген. Бұл жерде 243 ғана товар и еще 11000 адам іздеп жатыр. То есть бұл не деген сөз? Частотность деген ол спрос, 243 товар дегеніміз, то есть где-то бір 30-40 конкурент, ол бізде ұсыныс. То есть спрос үлкен относительно именно конкуренттерге қарағанда, то есть бізде конкуренция слабый. То есть конкурент аз. Сондықтан да сіздер бұл жерден вывод жасай аласыздар, то что бұл нишаға в принципе кірсе болады, спрос бар деп. Но сіздер мына нәрсені учитывать ету керексіздер, бұл товар конкуренттер может быть монополист болуы мүмкін, немесе мықты конкуренттер отырып алуы мүмкін. Сол себепті сіздер уже үшінші стадия, бірінші частотность, екіншісі қаншалықты көп конкурент бар, то есть товар бар, и үшіншісі сіздер сол товардың несін зерттейсіздер, сол товардың конкуренттерін зерттейсіздер. Конкуренттер қандай? Бұрынғы конкуренттерді қарай, которые уже бұрыннан берге отырғанша, мысалға трендис деп тұр, 393 отзывы бар, инфографикасын түрін қараңыздар, мысалы, обычный да, мысалға. Мынау менің кроссовкам тоже. Міне 393 тоже мынаны қараңыздар. Қолмен жасай салған инфографикасын өзі слабый болған, өте слабый. Біз бұдан не түсінеміз? Китайдың инфографикасын қойып қойған адам еще и осынша отзыв жасап жатса, бұл дегеніміз бұл жерде конкуренция әлі слабый деген сөз. И потом екінші конкуренция слабый екенін қайдан білеміз? Бұл товардың уақытылы толтырылмауынан көре аламыз. Мынау да менің товарым, міне тұрған жақсы инфографикамен. И мынаны қараңыздар, 1899 отзывы бар, мына Мия деген магазиннің. Бірақ сіздер қараңыздаршы, мына канвамен жасай салған просто алып фотосын. И соответственно бұл жерде конкуренция слабый деген сөз. Относительно бұл товарлардың конкуренттері өте слабый деп айтыламын. То есть ең көп отзывы бар, оборачиваемость ең мықты деген адамның өзінің инфографикасы осындай болса, онда мен мынандай идеальный инфографикамен, идеальный SEO-мен и идеальный количество товармен кіретін болсам, бұл товарда мен смело топқа шалам деген уверенность менде пайда болады, и содан кейін мен осы товарды таңдаған болатын. Енді вопрос, бұл товарды мен қалай таптым? То есть именно тренды товарды. Ол үшін маған MPSTAS аналитический программасы керек болады. И MPSTAS аналитический программасына кіретін болсақ, бұл жерде не бар бізде? MPSTAS меню деп басамыз. Меню деп басқан кезде ол жерде бізде SEO деген бар. SEO и бізде SEO подбор запросов деген кіреміз. И осы жерден біз қазір өзімізге керек нишаны таба аламыз. То есть сіздер егер де осылайынан іздеп басқа да бір нәрселерді көретін болсаңыздар, тоже өзіңізге керекті нишаны көре аласыздар. Кроссовка деп мен просто өзім примерде ғана көрсетіп отырмын. Мысалы мен мына жерге содержит деген жерге кроссовки деп кроссовки
кроссовки деген ол өте үлкен ниша. То есть сіздер джинсы, футболка, кроссовки немесе тағы да басқа нәрселерді просто үлкен бір үлкен высокочастотный сөзді аласыздар да осы жаққа жаза саласыздар. Мысалға енді частота ВБ не менее деген жерге сіздер жазу керексіздер. Частота ВБ не менее деген ол не деген сөз? Ол товардың қаншалықты бір айда сол сөзбен іздейтіні. Түсінсіз ба? Примерно түсіндіре алдым ғой. То есть бағана біз роликовый кроссовки дедік қой, сол сияқты қанша рет айына оны іздеу керек. Сол нәрсені жазамыз. Мысалы, допустим, бір 5000 деп жазайықшы. 5000 рет іздеу керек. Біз анда кішкентай ниша, енді тренд болып жатқан нишаны іздеп жатырмыз. Сосын результат ВБ не более деген. Бұл жаққа не жазамыз? Біз қанша карточка болу керек. Мысалға, бізге аз карточка, бірақ үлкен частотность болу керек қой. Осы жаққа жаза саламыз мысалы. Допустим, мысалға, қанша карточка дейікші? 1000 карточка дейікші. 1000 карточка болу керек. Так, примерно осын применить деп жазып көрсек, мына қараңыздар. Астында уже бізде принципе нелер шықты, варианттар шықты. Негізі бұл жерде көбінесе бізде қандай варианттар шығады? Осындай частотность деген кезде енді барлығын бірден шығарып бере салмайды сіздерге. Осы жерде основном брендтер сондай болады. Өйткені олар именно сол ключевой сөзбен брендтер ізделеді ғой. Сондықтан да основной бренд болады. Сол себепте осы брендтердің ішінен сіз өзіңізге керек кәдімгі категория нишасын тауып алу керексіздер ғой. Мысалға қарайтын болсақ, кроссовки Puma деп көрсетсем, бұл жерде бренд, бұларға біз мән бермейміз. И дальше осы жерден біз өзімізді бренд емес нәрсені іздейміз. Кроссовки корейские дейді. Мына қараңыздар, частота 6000 и 590 карточка бар екен. Ну, сәл аздау негізінде. И осы жерден қарайтын болсам, қараңыздар, менің кроссовкам табылды уже, қараңыздар. Менің нишамды уже тауып алдыңыздар. Кроссовки ролики 5100 частотность Wildberries и 660 товар бар. Но на самом деле бұл кроссовки ролики деген сөзде 5000 емес частотность. Может, бұл басқаша іздеген шығар, қазір көрсетейінші мені. Кроссовки для новорожденных 5000 частотность и натуре 5000 ба, бұның ішін көріп көресілікші. Кроссовки для новорожденных дегенде біз жазып көрейік неге, Wildberries-дің өзіне. 16 частотность дұрыс екен, 5700 екен. Но кроссовки роликіде дұрыс көрсетпей тұр, мен білмей тұрмын не үшін екен, қазір тағы да зерттеп көрейік. Кроссовки Adidas, бренд, тоже бренд, Доктор Конг тоже бренд, мына жерде бізде. Міне, роликовый кроссовки, менің нишам тауып алдыңыздар, қараңыздар. Көрсетсе, бұл жерде ешқандай бренд жоқ. Роликовый кроссовки, сіздер дәл осылай менің нишам тауып алдыңыздар. Роликовый кроссовки да, частотность 11000 и 241 ғана карточка бар. Көрсетер ма? Соотношение өте разница үлкен беріп тұр, и осылай сіздер менің нишамды тауып аласыздар спокойно. Вообще қиындатудың қажеті жоқ қой, короче. Міне 11000 частотность и бағанағыдай қанша бізде товар? 243 шақ товар. Вообще аз да мысалға. И мынандай идеальный карточка жасау керексіздер. Көрсетер ма? Мынандай мощный, ярко выраженный инфографикамен мощный жасадық. Потом мощный SEO и мықты внутренний, именно внутренний реклама жасадық. Внешний тоже жасадық, но в основном эффективно бізде внутренний реклама. И топқа шығудың основной әдістері ол товардың әртүрлі географиясы мықты болу, әртүрлі складтарға беріп жасау, бірінші ранжиріне, екінші дұрыс акцияларға қатысу, акцияға көбісі дұрыс қатыса алмайды. И внутренний рекламаны дұрыс жіберу. То есть осы үш нәрсемен жұмыс істейтін болсаңыздар, одан бөлек тағы да басқа нәрселер бар товардың топқа шығуының, но основной осы үшеуі бізде да. Міне, мен өзім магазинім кіріп көрсетейін, және футболкаларды тоже көрсете салайын. Мен магазинім аты міне Токко, топ 1-де тұрамыз біз постоянно. Қазір товар наличие уже азайып жатқан екен, продажа органически етіп жатқан екен, мен қазіргі уақытта рекламаны өшіріп қойдым. Органически уже менде 20-шы примерно орында тұр бұл товарларым. Міне, магазиннің ішіне кіріп көрейік. Токко деген магазин. Міне. Мына жерде міне футболкалар көріп тұрсыздар, осы футболкалар просто уже остатықтар тоже қалған, и остатықтары возврат болып кеткен товарларды просто демпингпен қазіргі уақытта бағасын өлтіріп сатып жеріп жатырмыз. Міне, осындай футболкалар 714 рубль, примерно қараңыздар қалай остатықтар біткенін көрсеңіздер болады. Қалай келді. Мына жерде продажалар күніне 50 штуктан болған кездер болған, күніне 84 штуктан болып, и қазір вообще товардың остатығы толықтай бітіп қалды. Бұл да трендовый. Қандай тренд білесіздер ма? Футболки, үлкен ниша, футболканың ішіндегі футболки варенка деген маған күйген футболка болады, мына жерде көрініп тұрғандай. И потом футболки варенка U2K деген корейский стиль деген сөз. И футболки U2K варенка с котятами.
То есть именно осы мысықпен, короче, өтеді жестко. Тоже дәл осылай маған андай подбор запросов футболки деп жазсаңыздар, осы нишаны примерно тауып ала аласыздар. И қазір для примера бұл футболка мен кроссовкадан бөлек тағы да бір нишаны сіздерге зерттеп көрсетіп беремін. И дальше уже сіздерге уже ниша табу деген нәрсемен қатты проблема болмайды деп ойлаймын. Примерно түсініп жатсыздар ғой сутін, иә? Роликовый кроссовка дәл осылай тауып алдық. Басқа да осындай категорияларды, мына брендтерден бөлек категорияларды сіздер тауып алу керексіздер. Допустим, давайте бүйтейік. Кроссовкадан бөлек, давай джинсы дейік. Джинсы бізде бит деген тоже, бананы, джинсы биг бой. Бұның барлығы қандай джинсылар? Брендовый джинсылар. Так, брендтен бөлек джинсы табайық. Джинсы Зарина, Села. Бұларға қатты мән береміз. Мына қараңыздар. Джинсы леопардовые. Мощный. Неше қазір таптық мысалға. Джинсы, леопардовые джинсы 31 мың рет іздеген. И 804 қана карточка бар. Бұл дегеніміз примерно бір нәрсе бар ма екен? Қанша не бар екен конкурент? Міне 208 ғана продавец, 804 результат, то есть карточка. И 31 мың запрос, ойлаңызшы, 31 мың запросқа 800. Мысалы біз бағана 10 мың запросқа 200 тапсақ, мына жерде 31 мың запросқа 800 результат бар. То есть леопардовый джинсы деп жазып көрейік, тексерейік. Леопардовый джинсыда мына натуре 31 мың частотность бар екен. Бір күнде 1000 адам іздейді екен. 30 күнде 31 мың адам іздейді екен. И бұл жерде қанша бізде карточка бар? Мына 810 карточка болыпты уже. Мысалға қарайтын болсақ, енді конкуренттер зерттейміз. Конкуренттер қаншалықты мықты. Мына қараңыздар, мынау бәрі конкуренттер. Ставкалар тұр үстінде 750-700 рубльмен топқа шығып тұр екен. Енді осы нишаны мен не істеймін? Осы нишаға кіру үшін мен осы товардың фотосын скрин жасап аламын да, 1688-ге қойып, дәл осы товардың поставщигін табамын да, и юнит экономиканы есептеймін. Арнайы юнит экономика Қытаймен жұмыс жасау бойынша бөлек видео шығар десеңіздер, шығарып берейін. Ол енді көп информация болып кетеді қазір. То есть сіздер видео ұзақ болып кетеді. Сондықтан сіздер егер де қаласаңыздар, сондай сабақты астына комментарий жазсаңыздар болады. Біз тағы да видео түсіріп береміз қосымша. Міне, көрдіңіздер ме? Леопард джинсы особо қараңыздар. Мынау пипец бір андай не деп айта алмаймын. Енді конкуренттер қатты тоже мықты деп айта алмаймын. Енді мықты отзыв жасап жатқан конкуренттерге қарайық. Жақсы оборот жасап жатқан. Оны міне оценкаларға просто қарайсаңыздар болады. Мынау міне жақсы жасап жатыр екен. Қазіргі уақытта 229 мың рубль оборот жасапты. Және де тағы да қарап шығайық. Міне 735 мың рубль оборот жасапты. Осындай сіздер бүйтесіздер. Вообще оңай бар ғой. Енді бұның ішінде қайсысы леопардовый джинсы таңдаймын дейтін болсаңыздар, просто ең қатты өтіп жатқаны бар ғой. Мысалы міне 633 отзывы бар. Осыған кірейік та, міне ең қатты өтіп жатқан. Қараңыздар, міне толтырып үлгере алмай тұрғаныңыздаршы, міне заказдар. Міне остаток 585-ке толтырды и сразу заказдар кетті. Қазір остаток бітіп жатыр да. Мысалы күніне 20 штуктан түсіп жатыр. Енді қараңыздар. Бұл жердегі остаток дәл осы өтіп жатқан товар көзіне жетіп тұр ғой. Бұл товарда өтіп жатыр ғой бұл клиентте. Қанша реклама құртып жатқан қараңыздар. 600 рубль реклама құртып жатыр, үстінде жазылып тұр. Міне 605 рубль құртып жатыр. Значит, сіздер де дәл осылай сата аласыздар. Просто тур осы товарды 1688-ден табасыздар, Қытаймен бағасын келісесіздер, качествосын, ең бастысы качествосын мощный қылып таңдайсыздар, обязательно. И тур осы товарды просто даже без теста осы алып келіп сата берсеңіздер болады. Вообще қиындығы жоқ. То есть негізі подробности тоже бар, но основной заттар осылар тоже қарап жеткізсеңіздер болады. Основной заттар осы. Мына қараңыздар, мысалы мына қатты өтіп жатқан жоқ, мысалы қараңыздаршы. 158 остаток қойған, именно леопардовый джинсының ішінде мынаның өзі өтіп жатқан жоқ қатты. Именно мынау өтіп жатыр. Значит, сіздерге өзіңіздің вкусыңызбен таңдап леопардовый джинсы таңдаудың қажеті жоқ та. Ниша базар жоқ күш таңдадыңыз, бірақ именно түрінен қателесіп қалмау керек та. Осы өтіп жатыр ма? Тур осыны алды, тауып алсам болады. Вообще проблема жоқ. Қытайдан. И сөйтіп осы товарды алып келді, сат. Міне рисковать етесің 1 миллион, 2 миллион теңгемен. В принципе, осылай ниша табасыздар. В принципе, сабақ ұнатты деп ойлаймын. Мощный информациялар берді. И қазір тағы да бұл сабақты не түсіндік, біз қалай дұрыс ниша таңдау керек и қандай ниша таңдағаннан кейін оны қандай основной нәрселерге қарау керек и бір нишаны таңдағаннан кейін именно товардың түрін қалай таңдау керек екенін біз примерно түсіндік. То есть мына товар клиент конкурент сатып жатыр екен, мен бұған кірмеймін деген нәрсе ой болмасын сіздерде. Бірінші сіздер юнит экономиканы дұрыс таңдау керексіздер. То есть юнит экономика деген товардың себестоимості сіздің маржаңызды қосқанда нормальный баға беріп тұрса, и тура осы товар тауып тұрсаңыз, бисмилля алып келіңіз. Спокойно вообще сата бересіздер осы товарды. И бұйырса бізде өзім Instagram каналым бар.
кіріп жазылып қойсаңыздар болады, Қасым Қазақ. И сол жақта тоже Wildberries туралы өте көп мясо информациялар, мына курс айтпайтын информациялардың барлығын мен сіздерге былай тегін бере беремін. Одан бөлек, егер де менімен жеке жұмыс істегісі келетін адамдар болса, мен оларға тоже ұсыныстарым бар. Біз 2 айда бір 10 адамды өзіміз жеке наставничествоға алып, конкретно осындай мощный уже өтіп жатқан нишаларды таңдатып, былай айтқанда ақшасын үнемдеуге көмектесеміз. То есть ол жерде отбор болады. То есть просто бәрін алып курс сату емес мәселе. Бұл жерде отбормен біз әр ай сайын 10 адам алып отырамыз, и 10 адамды осы Алматы қаласында біз офлайннан оқытамыз. Олардың бізде отбор қалай өтеді? Сіздерге біріншіден ақша керек. Мысалға, бізге отбордан өту үшін минимум сізде 2,5 миллион теңге болу керек. Егер де сізде 2,5 миллион теңге болатын болса, оборотқа салуға сразу, и сіз рисковый өзіңізге жауапкершілік алған адам болатын болсаңыз, онда астында менде анкета тұр, сол анкетаны толтырасыздар полностью, и соның ішінен біз тағы да қарап, неме айналысқаныңызды көріп, опытный, неопытный қарамаймыз, с нуля, не с нуля. Біздің бар білімімізді сізге салып, тура біз сияқты оборот жасасаңыздар да болады. То есть бізде партнерларымыз бар, аптасына, мысалы, менің отчеттарым қарасаңыздар болады, осы мен уже бітіп жатыр. 1,5 миллион оборот бір аптаның ішінде. Бұл еще түсіп атқанның, қазір продажа түсіп атыр, астатып бітіп атқанның өзінде. Біз астатып толтырып үлгере алмай жатырмыз. Егер де сіздер товаркаға кіргілеріңіз келсе, тура осылай мен секілді, онда проблема жоқ. Бізде астында анкетаны өтсеңіздер болады, и соның ішінен біз уже отбор жасап, жақсылап тұрып таңдап аламыз. Но сіздерге сразу айтайын, бірінші бізге жауапкершілік ала алатын адам керек, екінші 2,5 миллион теңге товарға салатын адам керек. Бізде оқу Алматы қаласында офлайн түрде өзіміздің жеке қадағалауымыздың 2 ай бойы болады. Егер де сіздерге қызық болса осы товаркаға мен рисковать етіп қадалып қалмайын деген сияқтандай мықты білім алғым келеді, мықтылардан білім алғым келеді десеңіздер, онда сіздерді мен өзімнің оқуыма шақырамын. Астында бізде анкета тұр, опросты өтіп көріңіз, может сізге сіз отбордан өтіп бізбен бірге жұмыс жасайтындарсыз жеке. Сондықтан да біз сіздерді күтеміз. Егер де келесі видеоларды қандай тақырыпта шыққанын қалайсыздар, қандай фишкаларды тағы да ашқанын қалайсыздар, маған комментарийға жазсаңыздар болады. Мен сіздердің ответтеріңізді күтемін. Сіздермен болған Қасымбек Айдархан. Біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге барлық маркетплейс Wildberries'тің фишкаларын осы жақта айтып жататын боламыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.